Asıqpay. Bäri bir mezgilde. Төмен қарай кішкене қолды күш сал. Аздап. Давай, істейміз. Төмен басқанда кішкене күш салып басамыз. Кет. Арқаны еңкейтпеңіз. Алға қарай еңкеймеңіз. Сол күй тұрыңыз. Тек қолмен итеріңіз. Алға еңкеймеңіз. Кеуденің тұсында қол. Кеуденің тұсында. Бұлай. Алақанындай бір-біріне бұлай. Қоспаңыз, тек қолдарыңызды. Сосын жайырақ. Асықпай. Бәріміз бірге, бір мезгілде. Бірге бастаймыз, бірге аяқтаймыз. Толығымен бұлай. Бір-бірдей болу. Бірге. Осы 5 жаттығу біздегі бірінші комплекс. Демалу комплексі. Динамикалық демалу. Денеңізді жүз ұстауыңыз. Төменірек. Ана аяқты созыңыз. Мына аяқты созыңыз. Сол аяқты, Мына жаққа қараңыз. Дене түзу. Кетті, келесі жаққа дем шығарып, енді дем аламыз. Түзу. Кетті, келесі жаққа. Енді тоқтамай істеуге тырысыңыздар, тоқтамай. Бардың, бірден қайттың, былай қарай. Мына жаққа бардың, қайттың. Қолды көп алыс ұстамаңыздар денеңізден жақын, денеге жақын. Иықты байқаңыздар. Иық еркін тұрсын. Аяқты да айналдырыңыз. Шалқаймаңыз, түзу. Еңкеймеңіз, қисаймаңыз. Түзу. Өз-өсінен айналуыңыз керек. Шарик айналдыруды ұмытпаңыздар. Arkanı bükürüytüyoruz.
aynen. Kettik. Bärin bir jakka. Aha. Dine zu. Keleş. Burulamız. Dem alıda unutmayыңыздар. Жарайсыздар. Барынша жоғары көтеріп, төмен түсіреміз. Келдің қайттан бірден тоқтамастан көтеріңіздер. Шетіне бардың тоқтамастан қайтадан түсіреміз. Дем алу мен дем шығару бәрі бір мезгілде жүріп, бір мезгілде бітіру керек қимылмен. Аяқ, қол бәрі бір мезгілде басталады, бір мезгілде бітеді. Төменірек. Қайтайық. Орнымызға. Енді мына жаққа. Аяқ симметрия. Екі жаққа бірдей аяқ. Дене бірдей. Қайтамыз. Түзеліп кәтір, жаймендіп түзеліп кәтір. Жарайсыздар. Дене түзу. Келешек. Жақсы. Оңға, солға. Иық қозған басты кесе айтпаңыз. Бұлай тек өз-өсіне бұлай. Осылай, аға. Барынша артқа қараңыз. Барынша. Бұл мына мойын остеохондроздың жақсы. Көз жанарына жақсы. Барынша артқа қарайсыз. Арқаны созу керек. Барынша. Сосын тоқтап қалмаңыздар. Бардың, бірден қайтамын. Шет көмектесінде тұруға болмайды. Қалай жеттің шеткісіне, бірден келесі қимыл басталады. Пауза жоқ. Арқаны мейлінше созыңыздар. Солға. Оңға. Орнымызға келдік. Оңға. Келдік. Солға. Келдік. Оңға. Еңкейіп атқан аяқ түзу тұру керек. Түсінікті ме? Жақсы. Басты көтергіп дем аламыз. Қайтадан тұрамыз. Шығарып дем аламыз. Осы жаттығудың бәрі біздің өмірді ұзартуға, денсаулықты нығайтуға өте жақсы жаттығулар. Біздің қазақтар осының бәрі жасайтын болса, өміріміз күрт өзгереді. Кеттік сол жақтан. Енді оң жақтан. Қайтып келеміз бірінші, сосын оң жақтан. Екінші ол қолтықтың астында қала береді. Арқа түзу. Бір мезгілде. Жақсы.
жем шығарғанда отырып қаламыз деп. Барынша созылу керек, аяқтың бәрін созып. Бұл ана аяқтың ажарлануына да жақсы өте. Әйелдерге ол өте қызық қой. Басында бір айтып көреді, ой, сіздерге уже керек жоқ шығарды, бәрі бұл неге керек жоқ дейді. Содан бері айтпайтын болдым, әйелдерде бәріне керек, өте жақсы деп айтатын болдым содан бері. Тағы бір екі рет. Жарайсыздар. Болды. Бұл энергия. Бізде кіші айналым бар, үлкен айналым бар. Сол екі айналым біз қазір қосып, ішімізде энергия осы циркуляция жүріп жатыр қазір осы күйде. Сондықтан бұл өте маңызды нәрсе. Біртіндеп мына иықпен, шынтақпен дені тізені түсірту керек болады. Біртіндеп үйде жатқылып, балалар өздеріңізге басыңыздар сөйтіп түсіре беріңіздер. Ол бір күнде, екі күнде болатын нәрсе емес, айлап кетуі мүмкін, жылдап кетуі мүмкін, бірақ ештеңе етпейді, түбінде жетесіздер. Және жасқа қарап керек емес, жаста тұрған ештеңе жоқ. Кез келген жаста бастауға болады. Мәселе жас қаншалықты емес, сенің денеңнің, тәніңнің қаншалықты дайындығы соған байланысты. Қаншалықты күтімде болғаны. Сондықтан ешқашан жас туралы айтпаймыз. Ой, қартайдық деген керек емес. Ой, бізге қайда деген керек емес. Істей аламын, болды. Істеймін, мен істегім келеді, істеймін. Қолымнан келеді, жасаймын. Сондай тұрғыда болу керек. Біздің мақсатымыз ұзақ өмір, ұзақ та салауатты өмір. Жай тек төсекте жатып өмір сүру емес, кәдімгі ширақ, сергек өмір сүру. Аяқ-қолы көтеру. Және 80-90 деген ол жас емес. Кемінде 120-ға тоқталу керек. Кем дегенде. Оған біздің ресурстарымыз жетеді өмірлік. Егер дұрыс қолдана білсек. Және онда тұрған ешқандай не жоқ бар. Ой, қайда деген. Оп-оңай жетуге болады. Дұрыстап нақты қимылдар жасау керек. Керек емес қимылдардың бәрін алып тастау керек. Біртіндеп өмірлеріңізден керек емес нәрсені ала беріңіздер. Оны қалай алуға болады? Біріншіден, әрбір нәрсе істемес бұрын сұрақ қой өзіңе. Бұл маған көмектесе ме? Осы қазір істейін деп жатқан ісім, немесе сөйлейін деп жатқан сөзім, айтайын деп жатқан әңгімем, менің өсуіме, менің денсаулығыма көмегін тигізе ме? Жоқ болса, онда тастайсың. Негізі оңай. Әрбір қимылдың, әрбір сөйлеудің алдында осындай сұрақ қойып отырсаңыз, бірте өзі автоматқа кіреді. Демалыңыз, шаршасаңыз. Аяғыңыз созыңыз. Кім шаршады, аяғыңыз созып, демалыңыздар. Күнде жасай беріңіздер. Ойбай, ертең жасаймын, ой, уақыт жоқ деген әңгіме, ол артықшылық. Уақыт бар. Тамақ ішердің алдында кішкене 5 минуттан жасай бер. Қалай тек бос уақытың бар, жасай бер. Жұмыстан келдің, бірінші соны жаса. 2-3 қимыл ең болмағанда. Аннан келдің, бірінші соны жаса. Бірден тек кухняға жүгірмей, бірінші барда кішкене қимылдар жаса. 1 минуттан, 2 минуттан, 5 минуттан күнде әрбір бос уақыт жасай берсең, күніне 1 сағат, 2 сағат жинауға болады сондай жұмыстар. Оған әдейі уақыт іздеп керек емес. Уақыт жоқ деген әңгімені қою керек. Уақыт табылады. Ниет жоқ де, шындықты айтсайшы, ниет жоқ. Ниетің бар ма, уақыт табылады. 24 сағат бәріне жетеді.